Ассалаумағалейкум көрермендер. Мына тағы да сіздермен пайдалы ақпаратты бөліскелі отырмын. Қысы бойына жантақ беріп шықтық малға. Сол жантақтан біздерде енді көптеген отходтар қалады. Енді жантақ болғаннан кейін қаттысы бар, басқасы бар. Сол отходтардың барлықтарын осылай дробилкіден майдалап өткізіп қоямыз жаздың күні. Бұл не үшін? Бұларды өткіземіз, әптен көгертеміз, шірітеміз. Бұл шіріген жантақ, шіріген сайын күші бойына сіңе береді. Күшті мықты бола береді. Бұнымен кез келген малды қыстың күні бордақлауға болады. Яғни, шіріген жантақты жемнің орнына кәдімгідей малдың алдына салып қоясыз. Результатын сразу 2 айдың, 3 айдың ішінде білдіреді. Кез келген бордақ малға жарайды бұл. Өте мықты болады бұның құнары. Кебекпен араластырып берсеңіздер де болады. Босқа тастамаңыздар. Нандай нелерінде барлығын жуандарын бәрін бұны мұсыр деп кейбіреулер өртейді. Бұның бәрі қып-қызыл ақшаға келген. Сол себепті бұларды өзіңізге де эконом болады, жемге де эконом болады. Қыстың күні мал бордақлаған кезде осы жантақтарды, шіріген жантақтарды, яғни ол су болса да бола береді. Кәдімгідей өздері шірейді. Лаж болса 2-3 жыл жатқан жантақ болса да тіптен жақсы. Осылайынан дровилкіден өткізіп қоя берсеңіздер, олар әдем болып шірейді. Соны кебекпен араластырып қысы бойына бордақ малға беріп шықсаңыздар, жақсы результат болады. Бұл да бір пайдалы кеңес болды деп ойлаймын. Каналға жазылыңыздар, қолдау білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Тағы да көптеген ақпараттармен бөлісеміз. Шығынды көбейтпеңіздер, қайта кез келген нәрседен пайдалы дүние жасауға тырысыңыздар өз қолдарыңызбен.